Абақ деген абақ керей деп айтылады ғой қазір. Абақ керей дегеніміз керейдің үй іші. Үй семьясы. Әйелі деген сөз. Сосын кейін уақ. Енді о кезде қалың мал беріп алады екен. Одан кейін уақ керей қайтыс болғаннан кейін өзіне қаратпақшы болған ана кісі қарамай, сосын кейін әкесі көшеді. Көшкенде ол кісінің қайын төркіні Найман. Сондықтан Найманға көшкенде Ашамайлы керей деп естудерің бар ма? Ашамайлы керей, Абақ керей деп. Сонда Тілеуірт деген 2-3 жастағы бала Ашамайға мінгізіп келген екен. Сондықтан Ашамайлы керей аталған. Содан енді о жерге келіп тіршілік істеп, бүйтіп жүрген кезінде Тілеуірді жасқа толады, әйел алады. Мынадан Қойлау, Байдалы, Сейдалы, Жабай деген 4 балалы болған. 4 балалы. Соның Қойлауынан Ителі туады, Байдалынан Жәдік, Жәнтекей, Шеруші